Петрушка тек асқа ғана емес, бет күтіміне де пайдалы өсімдік. Оның құрамында С дәрумені, антиоксиданттар, эфир майлары бар. Бетке пайдасы: теріні ағартады, пигментті дақтар мен секпілді азайтады. Сінуді басады, көз астындағы қапшық, қара шеңберді кетіруге көмектеседі. Безеуді азайтады, бактерияға қарсы әсер етеді. Теріні сергітеді, шаршаған бетті жаңартып, балғын етеді. Қартаюға қарсы әжімнің алдын алып, теріні тығыздайды. Қолдану жолдары: петрушканы езіп бетке маска жасау. Қайнаған суға салып, тұнбасын тоңазытқышқа қойып, мұз текшесі ретінде сүрту. Көзге дәкеге орап компресс жасау. Петрушка асханада өте көп қолданылады. Салаттарда қолданылуы: жаңа піскен салаттарға қияр, қызанақ, болгар бұрышы, пияз, турап қосады, дәмін ашып, хош иіс береді. Ет, балық салаттарына жақсы үйлеседі, майлы, дәмді жеңілдетеді. Картоп, бұршық қосылған салаттарда пайдалы. Винегрет сияқты көкөніс салаттарына да жарайды. Тағамдарда қолданылуы: сорпаларға, әсіресе тауық сорпасы, соңында себет. Қуырылған ет, котлет, кәуапқа дәмдеуіш ретінде қосылады. Балық тағамдарын иіссіз, жеңіл қылады. Картоп, макарон, ботқаларға үстінен себуге болады. Тұздалған қияр, қызанақ жасағанда да қолданылады. Яғни петрушка кез келген тағамға үйлесетін әмбебап көкшөп. Петрушка жайлы біраз қызықты деректерді айтып берейін. Бір ежелгі Римде гладиаторлар шайқасқа шығар алдында петрушка жеп күш береді деп сенген. 2. Жаңа тыныс жапырағын шайнаса, ауыз иісін кетіреді. Сондықтан кей елдерде оны табиғи жевательная резинка деп атайды. 3. 2 жылдық өсімдік: бірінші жылы жапырақ береді, екінші жылы ғана гүлдеп, тұқым шашады. 4. Әлемдегі ең көп қолданылатын көк шөптердің бірі, асханадағы must have дәмдеуіш. 5. Кальцийге бай: 100 грамм петрушкада сүттегіден де көп кальций бар. 6. Дәрілік қасиеті бар, халық медицинасында ісінуді басу, ас қорытуға көмектесу үшін қолданған. Қызығы, құстарға қауіпті петрушка кейбір құстарға, әсіресе тотқұсқа, улы болып саналады. Петрушканы дұрыс сақтасаң, ұзақ уақыт бойы жасыл, хош иісті болып тұрады. Сақтау тәсілдері: бір тоңазытқышта, жаңа күйінде. Петрушканы жуып, қағаз сүлгімен кептір. Сабақтарын суы бар стақанға қойып, үстін пакетпен жауып тоңазытқышқа сал. 1-2 аптаға дейін тұрады. Немесе полиэтилен пакетке орап, тоңазытқыштың көкөніс бөліміне қойса болады. 2. Мұздату: жуып, ұсақтап турап, кішкене пакетке немесе мұздатқышқа арналған ыдысқа сал. Қыста да жаңа піскендей қолданып, сорпаға, салатқа қосуға болады. 3. Кептіру: көлеңкелі, желдетілетін жерде іліп кептір. Кепкеннен кейін банкаға немесе қақпағы бар ыдысқа салсаң, дәмін ұзақ сақтайды. Тұздап сақтау: петрушканы ұсақтап турап, банкаға салып, үстінен тұз себу керек. Тоңазытқышта сақталады, тағамға қосуға ыңғайлы. Қорытынды: петрушка күнделікті ас мәзіріне де, сұлулық пен денсаулыққа да қажет әмбебап.